Қайырлы күн. Бүгін қаймақты соуспен жасалған осетр балығын кешкі асқа ұсынамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге балығымызды пісіріп аламыз. Балығымыздың маринадына тұз, бұрыш жеткілікті. Қызып тұрған табамызға күрішімізді жуып салып, тұзын салып, су құйып 10-15 минут бұқтырып пісіріп аламыз. Күрішіміз пісіп жатқанда соусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймағымызды салып, тұз, ұнымызды салып, үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Саңырауқұлағымызды кесіп, жуамен қызып тұрған табаға қызыл болғанша қуырып аламыз. Қызарған саңырауқұлақтарымыз үстінен дайын болған соусымызды құйып, қоюланғанша 10 минут бетін жауып пісіріп аламыз. Дайын болып піскен күрішімізге жүгерімізді салып, бұқтырып қоямыз. Дайын болған күрішімізді әдемілеп тарелка